Алматыда балабақшаға келген жігіт оны кіргізбеген күзетшілерге тапанша кезеніп қорқытқан. Қарулы азаматқа қарсы тұра алмаған есіктегілер оны ішке кіргізуге мәжбүр болыпты. Бұл оқиға туралы естіген ата-аналардың үрейі ұшты. Балабақшаға тапаншамен келетінде ер адамның ойында не болған? Ол өз жалпы кім? Ұлан Тәліпбай айтып береді. Пистолет у него с собой есть. Күзетшілерге тапанша кезенген жігіттің видеосы әлеуметтік желіде лезде тарап, жұрттың қызу талқысына түсуде. Оқиға Наурызбай ауданындағы коттедждер қалашығында болған. Қауіпсіздікке жауапты мамандар бірден полиция шақыртқан. Вот пистолет. Қалашық күзетшілері баласын алуға келген азаматтардың бірін рұқсаты болмаған үшін ішке кіргізуден бас тартыпты. Сол кезде ашуға булыққан жігіт қару кезеніп оларға қоқан-лоққы көрсетіпті. Ол кірді бізде пистолетпен угрожать етті ғой, сол кіргіздік оны. Балама барам деді. Кіргіздік, жоқ ештеңкесі жоқ оның. Балалары ашамай екі балабақшасына баратын ата-аналар бұл оқиғадан кейін секем алып қалғандарын айтады. Баласына келсе жақсы, бірақ пиғылы дұрыс болмай бүлдіршіндерге зардабы тиіп кетсе не болар еді деп үрейленуде. Мына жағдайды көріп, естіп, шынымен қорқып жатырмыз. Ол кісі қандай мақсатпен келді? Не үшін ол суық қару ұстайды? Сол бізге таңсық болып жатыр. Әрине, ол дұрыс емес. Басқа мақсатпен келсе не болады? Бұл жерде қаншама кішкентай балалар, кінәсіз періштелеріміз азаннан кешке дейін осы жерде. Шынымен біз қорқып отырмыз, бұл дұрыс емес бұл жағдай. Қарулы ер адам біздің қалашыққа кіріп келіпті, бірақ уақытылы қызметкерлер, күзетшілер ол кісіні ұстап, полиция қызметкерлеріне тапсырып отыр. Біз ол кісіні кәдімгі заң тұрғыда сұралғанын тексеруін қалаймыз, себебі біз өзіміздің балаларымыз, өзіміздің қауіпсіздігіміз үшін алаңдаймыз, себебі біз теледидар көреміз, неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Сондықтан жалпы осы қарулы азаматтарды заң тұрғыда қарасын. Қалашық күзетшілері бұл мәселе бейбіт жолмен шешілгенін жеткізді. Решили мирный путем конфликт. Бір-біріне не жазып қойдық. Ал қалалық полиция департаменті оқиғаға қатысты мынадай түсініктеме берді. Бұл оқиғаға қатысты патрульдік полиция экипажы жіберілді. Істі қарау барысында тапаншаның газ тапаншасы екені және ресми рұқсаттың бар екендігі анықталды. Қарудың иесі Наурызбай аудандық полиция басқармасына жеткізілді. Тәртіп сақшыларының айтуынша қазіргі таңда тексеру жұмыстары жүріп жатыр екен. Ол аяқталғаннан кейін тиісті шешім қабылданбақ. Ұлан Тәліпбай, Айдын Қалуов, Алматыдан.